Бұл мен. Әбдірахман Медет Маратұлы. 1997 жылы Қарағанды қаласында қарапайым отбасылардың бірінде дүниеге келдім. Бақытты балалық шағым, мектептегі үлгілі тәртібім мен университет қабырғасындағы үздік білімім келешекке маңызды қадамдар жасауға септігін тигізді. Әлемде мамандықтың түрі өте көп. Оның ішінде беделдісі де қазіргі заман талабына сай еместері де бар. Ал мен ең үздік және маңызды мамандықтың иесімін. Ол информатика пәні мұғалімі. Бірақ біздің қоғамда информатиканы әркім әртүрлі қабылдайды. Информатика? Сол кезде біз Counter-Strike ойнайтынбыз, сосын флеш ойындар ойнайтынбыз. YouTube'дан видео көретінбіз. Сурет саламыз. Бізге компьютерді қостыртпайтын вообще. Информатика не ол? Әрине бұл әзіл. Дегенмен де кейбір адамдардың осындай ойда екені өтірік емес. Қалыптасқан таптаурындарды бұзу үшін тәлімгерім Қуандық Құрмашевич екеуміз оқушыларға цифрлық сауаттылық пен информатиканы дұрыс бағытта таныстыра отырып үйретуіміз керек деп мақсат қойдық. Информатика мектеп бағдарламасындағы 21 ғасырдың ең маңызды пәндерінің бірі. 2020 жылы пандемия кезінде орын алған карантинде бұл сөзімді дәлелдей түсері анық. Оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдердің, жалпы қоғамның әрбір мүшесінің цифрлық сауаттылығы жақсы деңгейде болуы керектігін талап етті. Информатика дегеніміз заман талабына сай болу, жаңа технологияларға қызықтыру, программалау, робототехникадан түрлі жобалар мен жарыстар, 3D модельдеу, олимпиада мен ғылыми жобалардан дайындау арқылы оқушылардың қабілеттерін шыңдап, жетістікке жетелеу. Мы живем в стремительно развивающемся мире. Технологии в современном обществе занимают важное место. Они воздействуют на все сферы жизнедеятельности, облегчают и делают жизнь более комфортной. Рассмотрим изменения на примере телефонов. Можно увидеть, что производитель каждый год выпускает кардинально новый телефон с новым функционалом и возможностями. Из этого примера можно увидеть одну из сложностей нашей профессии, которая в то же время является большим плюсом, так как заставляет постоянно узнавать новое, развивать навыки своей профессии и не стоять на месте. Свою наставническую деятельность реализую через непрерывное взаимодействие с молодым специалистом и обучающимися нашей школы, через проектную деятельность, которая в свою очередь является наиболее эффективным инструментом для развития всех участников образовательного цикла. Я уверен, продолжая работу в данном направлении, мы можем найти решение множества проблем в IT-образовании. Болашақ білікті ұстаздар мен білімді оқушылардың қолында. Медет, келіп мен интерактив камды істеп бере қойыңызшы тезірек.